Өте дәмді әрі тойымды құйрық бауырдың жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін бауырдың сыртындағы пленкасынан ажыратып, турауға ыңғайлы болу үшін 1-2 сағатқа мұздатқышқа қойып, осылай жіңішкелеп турап аламыз да, қаны кеткенше жақсылап 2-3 қайтара жуып сорғытып қоямыз. Бауырымызды қағаз майлықтардың үстіне қойып, құйрығымызды дәл солай жіп-жіңішке етіп турап аламыз. 1 бас сарымсақты үккіштен өткізіп, кориандр, қарабұрыш, жалбыз, қызыл бұрыш және 1 қасық тұз қосып, әдемілеп бір араластырып аламыз. Кейін бауыр мен құйрықты кезектесіп, осылай орталарына жағып отырып, видеода көріп отырғандарыңыздай, бірінің үстіне бірін қойып кезектесіп, жіппен әдемілеп байлап, кішкене қысыңқырап, жіппен орап тастаймыз. Дәл осылай байлап дайындап алған құйрық бауырларымызды дәмдеуіштер ортасындағы сіңу үшін 2-3 сағатқа тоңазтқышқа қалдырамыз. 2-3 сағаттан кейін қазанымызға лавр жапырағын, қара бұрыш қоссаңыз болады, домалақ. Тұзымызды қосып, құйрық бауыр батып тұрғанша су құйып қайнатамыз. Көбігін алып, астын баяу қойып, 25-30 минут пісіреміз. Дайын болған құйрық бауырымызды суытып, тоңазтқышта ұстаймыз. Қойдың құйрық бауырының адам ағзасына пайдасын мен айтпасам да білесіздер. Сондықтан жасалу жолы ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Бізге ас болсын, сіздер жасаңыздар.